Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ірімшік шариктерін жасаймыз. Ал ендеше кеттік. Керек заттар: жұмыртқаның ақуызы, ұн, қопсытқыш, панировочный сухари және сыр. Ең алдымен ақуызды ыдысқа салып, миксермен взбивать етіп аламыз. Міне осындай ақ, үлпілде консистенция пайда болу керек. Одан кейін ұн мен қопсытқышты араластырып, массамызға қосамыз. Осылайша біркелкі массаға келтіріп, үстінен сырды қосамыз. Осы шыққан массадан домалақтар жасаймыз. Осылайша табаққа сыйғанша домалақтар дайындап аламыз. Бүкіл бетіне панировочный сухариді сеуіп, аунатып шығамыз. Кастрюльге сұйық майды құйып, қыздырамыз. Осылай қызып тұрған майға ірімшік домалақтарын саламыз. Ірімшік домалақтары ойдағыдай шығу үшін май өте қатты қызып тұру керек, және домалақтарды салған кезде 5 секунд тиіспейміз. Одан кейін ол өзі майдың бетіне қалқып шыққан кезде араластырамыз. Өте тез 30-40 секундтың ішінде қызарып дайын болып шығады. Мінеки ірімшік домалақтар дайын болды. Өте тез дайындалады және оңай рецепт. Қонақтар келсе, дастарханның сәнін ашады. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина Охапова.